жүрегім тірегімнің құламауын тіледім, жүрегімнің жыламауын тіледім, тірегімнің құламауын тіледім, жүрегімнің жыламауын тіледім. Әке, бала күніңді сағынсаң, маған қара, әке, өмірде саған лайықты. Анам ғана, ана, мен үшін төздің жауынға боранға да. Ана, әппақ сүтіңді ақтаймын, алаңдама. Менің әкем саф алтынның сынығы, менің анам бал бұлақтың тұнығы. Я жаратқан қысқа ғана өмірде, екеуінің ұзақ болсын ғұмыры. Я жаратқан Ална, кичме, пожалуйста. Kırmızı anamızda kutlukta koyularınızda buladı. Olsun sevgi gelgen bugün gömüne. Toy iyisi әкемізбен анамызға ерекше қошемет құрметтеріңізді білдіріп қойыңыздар. Құттықта қоюға әбден болады. Бүгінгі 63-ке мерейтойға, 60 жас мерейтойға келіп жатқан Асқар әкемізбен қырмызы анамыздың міне барша ағайын тума, құда жекжат, дос жарандары келіп бүгін алтын уақытын бөліп келіп жатыр. Бір қошемет құрмет көрсетейікші, қадірлі ағайындар.
көп рахмет. Енді той иесі Асқар әкеміз бен Қырмызы анамызды ортаға қарай шақырайын. Қадірлі ағайындар, көп рахмет. Ағайындар, Құдайым бере берсін сұрағанға, қонақтарым жиналды ойғырдан да, қошеметтеп ағайын қол соғайық, Ұзақбаевтар әулеті ат жаптырып, той қылғанда деп бір қошемет құрмет білдіріп қойыңыз, қадірлі ағайындар. Енді тосын сый міне қадірлі ағайындар, енді Асқар аға көңіл күйіңіз қалай? Жалпы осыны ойыңызға келді ме, ештеңе сезбей келдіңіз ғой осы жерге келгенше? Көңіл жақсы, бірақ шоқым состояние. Ал, мен анамыздан сұрайық, сізде қандай болды ма? Жоқ, осы ондай вообще ойламаппын да. Ойбай. Рахмет, енді қадірлі ағайындар, енді әке мен ана 10 бала өмірге алып келсе, 10 баласына да үйлендіріп, үй қылып, күй қылып тойын жасап береді ғой. Бірақ кейде сол 10 бала әкесіне, анасына құрмет көрсете алмай қалуы әбден мүмкін. Бірақ бүгін міне Асқар әкеміз бен Қырмызы анамыздың балалары Орынбасар мен Гүлдәуренге ерекше бір қошемет білдіріп қояйық, қадірлі ағайындар. Кәусар, Малика, Алдияр бар немерелері және Шоқан мен Гүлнұрға да бір қошемет білдіріп қояйық. Және Дәуренге де бір қошемет білдіріп қояйық. Және Мери мен аяулым Айлин міне ұлдарына, келіндеріне, немерелеріне бүгін әкеміз бен анамыз 63-ке, 60-ға келіп жатыр деп, міне сіздің бала-шағаңыздың осындай бір үлкен тойы, үлкен сый құрметі деп қабылдаңыздар. Баладай көңілмен даладай дастархан жайып, елден бірдеңе жинайын деп емес, ел халықтың батасын алып, мынау бізді өмірге алып келген, өсіріп, бағып баққан әкеміз бен анамызға бір кішкентай да болса құрметіміз, сыйымыз деп қабылдарсыздар деп бір балдарына қошемет құрмет білдіріп қойын, қадірлі ағайындар. Енді қадірлі ағайындар, енді Асқар ағамыздың балаларын тек тіл көзден сақтасын. Қазақтың бір ең әдемі аяулы сөзі бар. Балам жақсы болса, мұз үстінде от жанады, балам жаман болса, түйе үстінде ит қабат дейді. Осы мұздың үстінде от жақтырады. Ұлдарыңыз ұлықты, келіндеріңіз қылықты, немерелеріңіздің жасы ұзақ болсын. Сол немеренің қызығын көретін сіздер екеуіңіз қол ұстасып, Құдай қаласа 70-ке дейін, 80-90 ғасыр тойына дейін аман есен жүре беріңіздер деп бір қошемет құрмет білдіріп қойыңыз, қадірлі ағайындар. Ал енді қадірлі ағайындар, енді жақсылықтың енді ерте кеш жоқ. Енді әкеміз қаңтар айында зейнетке шығып алды. Бұйырса енді анамыз әнеміне дегенше бұл кісі де 60-ға келеді. Құдай қаласа келер жылы сіз де зейнеткер жасына аман есен жетуге Алла тағала нәсіп қылсын деп, көрер қызықтарыңыз қашанда таусылмасын деп, сіздер де дастарханның басына жайғасайық, бір отбасылық әдемі суретке түсіп алған дұрыс болатын шығар, осы төрт көздеріңіз түгел тұрған кезде. Әке анамыз бала-шағаларымыздың ортасына келіп бір әдемі естелікке суретке түсіп алыңыздар. Мынау ұйымдастырылып жатқан бүгінгі тойдың нағыз иелері, бүгінгі қуаныштың иелері міне әкеміз бен анамыздың өсірген ұл қыздары, келіндер, сіздерге көп рахмет айтамыз. Жақсы бір әдемі естелікке күйеу балдарыңыз бен қыздарыңызбен бір жақсы суретке естелікке түсіп алыңыздар. Бүгінгі Асқар әкеміз бен Қырмызы анамыздың мерейлі тойларына, қуаныш тойларына барлықтарыңызда қош келдіңіздер. Енді тойдың басында айтып өттік. Бүгінгі осы тойды сіздермен осы бөлісіп жатқан ұлдары, келіндері, немерелер деп қадірлі ағайын. Енді осындай той барлықтарыңызға
жұғысты болсын. Қазақ айтады ғой, сынықтан басқаның бәрі жұғат. Осы өсіріп отырған ұл қыздарымыз осы Асқар әкеміздің ұлдарында үлкен азамат болып, сіздердің мына үміттеріңізді, еңбектеріңізді ақтайтын азаматтар болуға біз де тілекшіміз. Енді жақсылап ас дәмдеріңізден алдырып алайық. Мынау енді қашанда қазақ досы бейбіт күннен, тыныштығынан, жақсы той мерекесінен айырмасын деп, Алтынбек Қоразбаевтың әніне жазылған елге сәлем деген жақсы бір әннен ашып алайық. Енді сіздер ас дәмден жақсылап алдырып отырыңыздар, қадірлі ағайындар. Азиат балдарыңыз қош келдіңіздер деп бір жақсы елге сәлем деген әнмен ашып берсін. Дастарханымызды дәмімізді қабыл алыңыздар. Қадірлі ағайындар, көп-көп рахмет. Қашанда еліміз тыныш болсын, халық аман болсын, қадірлі ағайындар. Енді қазақтың тойына келгеннен кейін, қадірлі ағайындар, тілегімізді айтамыз, жақсы ниетімізді білдіреміз, қадірлі ағайындар. Ал Азиат келе қойып, мынау енді тойға келген қонақтарымыздың саған деген ризашылығы, әлді өнерді бағалап жатқан қонағымызға көп-көп рахмет етеміз, мейманымызға. Ал енді қадірлі ағайындар, енді қашанда осы Ұзақбаевтар әулетін сөйлеп келе жатқан әулеттің үлкендері бар, қадірлі ағайындар. Сол әулеттің үлкендерінің бір жақсы тілегімен тойымыздың шымылдырығын ашып берсе дейміз. Мынау Мұқағали ақынның да бір әдемі сөзі бар. Арсыз күлкің тыйылмас жылауың да, айтысыңда басылмас ылаңың да, араздасып ағайын кетереді, бір қария болмаса бір ауылда дейді. Енді осы әулеттің үлкендері деп, қос ғасырдың көзін көрген деп, үлкендерімізді ордаға аттарына да шақырайын. Енді келесі тілектерде аттарыңызды атамай бір туыстық қарым-қатынастарыңызға атап шақыратын боламыз. Енді құдалар дейміз, достар дейміз, көршілер деген сияқты. Соған енді өздеріңізді соның ішінен құлақтары болып отырасыздар. Енді үлкендердің
аттарын атап ортаға шақырайық. Сүндет, Ақнес, Тайым апа, Тілес апамыз, Жаңыл апа, Елдес, Ақтары, Рахметолла, Гүлшара, Баян, Дариға, Алма, Болат, Тамаша, Әсбен, Шолбан деп ортамызға әулеттің үлкендерін, шаңырақтың үлкендерін тілек алаңына шақырып, тілектеріңізді тыңдап, тойдың шығындығын ашып көрсеңіздер. Hoş geldinizler. Mынау енді тойдың нағыз генералдары өздеріңіз, енді қош келдіңіздер деп келген қонақтарымызға жақсы тілектеріңізбен ашып берсеңіздер, ағалар бастайыншы. Мына бірінші құрметті қонақтар. Тіпті бұлар емес, біздің өзіміз шок болып қалдық. Бұрын бұндай кездеспеген. Осы Қазақстанда да кездескен жоқ өзім. Осылай той иелері қарсы алу, осылай бәрі құпия ұстау, бәленбай қонақтың жаңағы бір-екі адам отыр дегенде, елу адам отырған еді. Санда шок болды ғой. Біз өзімізде малда осы үйге жете алмай, үйде барып түсінбей тексеріп сұрап отырмын. Балдар, мына қуылған үйге жолап қойып. Вокзалда отырып осы жаңа бір әскер содан да кезеттіге көтара жетті. Әлем бұл үлгілерді салтанат қойып, салтанатшада енді 60 жас бар, зейнеткерлікке шығу деген бар. Барлығында осында есеген түсін белгісі. Бірінші мына қарындасымнан бастайыншы енді. Күйеуіна 8-8-ліктесін болды. 60 жас енді. Көне-көнше біздің үстінде шауып білген газет біздің қасымызда. Бүгін бұл да бүгін үлкен еле болып, үлкен ана болып, көріп жасқа толып отыр енді. Енді бұйырса, бір-екі жылда зейнеткерлікке келіп қалады ғой енді осы. Қазіргі жаман емес қазір. Балдардың көңілін көріп жатсын. Менің өзімнің кіндігімен тараған бір төртісі бар. Бұл қырмызы барлығы, балдар менің бесіншісінде үлкен ұзын. Сұрайын ғой, қырмызы кім баған деп. Сіздің үлкен ұзыңыз ғой дейді. Жүрек біздің үйде болған бастайын, жаңағы біздің қолымызда да болған, бәрін көтерді. Содан менің үлкен ұзын дегісін есім түрген екен. Сол бейжаз дея, үлкен баланың үлкен қызым ғой менің. Ағамның үйде қызды қоланы кейін содан беребен, қазір сол үйде бір өзім қойып. Сол сияқты енді менің бүгін баламды өсірген осы қырмызы. Өздерден бастап қазіргі мектепке апарып, одан барып, одан әйтеуір бүкіл жаңағы қамқорлығын жасап, барлығына да үлкен рахмет енді. Ағайынсын, нағыз тұңғашын енді. Әйтеуір шақырдық жерде қалмайды. Кейбіреулер ерініп бармайды ғой, ойбай, анау сылтау, мынау сылтау, сона подарки жоқ деген жоқ. Бұл бір жерден іліп тауылса да әйтеуір қалмайды. Осы үшін нағыз ақкөңіл. Қолындағы барын шақыруға олар әйтеуір. Соның ішінде жаңағы достарына, құмаларына, ағайындарына беріп үлкен адамгершілік қасиеті бар. Ешқандай ақылдан, немесе басқа бір қызмет бұйрығын көрсеткен көрген жоқпыз енді. Ал жасай бер енді. Балдарды қызын көре бер осылай. Бәрі де өсіп, құрметті уақыт көріп. Қандай құрметті болса да лайықсың. Мен қолымда болса, батырана геройдың атып берер едім. Енді асқарда біздің күйеуғала да bu da olay. Osmanlılarla birbirine Osmanlılar yakınlık bak. Osmanlıların üstünde Osmanlılar istemez istiyor yok. Onu da kaldım ben. Bunu
хозяйыны бүкіл жаңағы шаруашылықтарын барып ойласып істеп, мүмкін енді қырғыздың да ақылы көмекте болып мүмкін ұстап отыратын болар, оңға солға деп. Бірақ әйтеуір соның бітік орындауды өзі жолға сет бол. Айтқаны жаңағы нұсқаға жаққа жүрген. Міне алда сақтап қалды, бірақ енді бәрі жақсы. Қазір емін алдың, пенсияға шықтың енді. Енді кәдімгі салдардың, біздің арсағымызға салдардың қатарына қосылды. Ал зейнеткерлік жасы құтты болсын сеніңдер. Денің сау болсын. Жақында өселес тұрамыз ғой. Мен исаға қатып, бәрі тазартып кәдімгі тойға дайындалып берген екенсің. Солай қашып шықты ғой. Құтты болсын енді. Міне үйлерінде той бола берсін енді. Енді мына көп адам қатысып отыр көңілдерді. Осы мына ағайын тумалар енді. Біздің әулеттерден түгелге жақын келді енді. Кейбіреулері алыста келмей қалды енді. Міне көршілерім бар, ағайын тумалар бар. Мына асқардың ағайын тумаларына да бір дәрежеден келіп қалыпты енді. Мына құрдастарым бар келіп жатқан. Кәдімгі енді бұл Сағыз, Үйбейті, Ақтөбені төлемген төл сияқты ғой енді. Қай жерде жүрсе де көпшілік ғой енді. Қасында дос ағайын тумаларлар. Ал бәріңе жұқсы болсын. Ал тұтасқандары сөйліп бар болар, құрдастарың бәріңе. Сендерде осындай жасын той жасап қойым береді. Қалай болып қалады екен. Бән ерекелетінде таратыңыз. Ал барлығыға амандық болып келеміз. Жақсылар бар енді. Берге де амандық келеміз. Сау болыңдар. Мені ата-ананың құрметтеген осы. Балдар сау болсын. Немерелер сау болсын. Тек солардың қызын көре берейік. Құрметті тойшы қауым, мына жиенім 60-қа толып жатыр, күйеу балам 63-ке толып жатыр. Жастан жасқа жете берсін, зейнетінің несін көрсін, қызығын, алла шағасының қызығын көрсін. Дендері сау, бастары аман болып, осындай тойлы дастарханда кездесе берейік. Тойымыз той қылмассын. Құдағайға, құдашана бәріңе құтты болсын. Құрметті тойшы қауым, бүгін өте қуаныштымыз. Мына келініміз, қырмызы мен ініміз Асқардың мерейлі тойына ойда жоқта жиналып, жақсы көңіл күймен қарсы алып жатырмыз. Енді дендеріңіз сау болсын, өмір жастарың ұзақ болсын. Әр уақытта осындай балалардың қуаныш бақытына кенеле беріңіздер. Қандай жақсылық болсын, қандай қуаныш болсын, қандай марапат болсын, қандай жақсы лебіз болсын, бәріне лайықтысыздар. Әрдайымда осы балалардың қызығын, немерелеріңіздің қызығын көріп, шөбере сүйіп, бақытты ғұмыр кештеген тілек айтқым келеді енді. Барша тойшы қауым сіздерге де осындай жұғысты болсын, дендеріңіз сау болсын, осындай мерейлі жастан жасқа жетіп, ата-ананың қуантып, ата-ананың ризашылығын алып, бақытқа бөлене беріңіздер енді. Ата-ананың ризашылығын алған адам еш уақытта ештеңеден кенде болмайды. Міне іні келіндерімізге баршаңызға көп рахмет. Бүгін ата-аналарының мерейін асырып, достарының, жолдастарының, жұмыстастарының алдында өздерінің қандай сыйлы екенін көрсетіп, бәрі жиналып, бір ауыздан осындай қуанышқа кенеліп жатырмыз. Енді келініміз де мына інім де екеуі де жақсы отбасынан шыққан, көп балалы отбасы, құдандалымыз. Дендері әр уақытта саулықта болып, осы балалардың қызын көре беріңіздер деп тілек айтқым келеді. Енді аман жүріңіздер. Өте тосыннан болған кішкене неге тоқып тұрмыз енді. Тығылып пысып, әйтеуір ән жерде, мін жерде отырып жеттік енді. Құда айтқандай вокзалда құдада. Аман жүріңіздер. Асқар, қырмызы, мынау үлкен қуаныш.
таңдалып жатқан балдар. Құтты болсын тойларыңыз. Жастарымыз болжамда болып жатқан. Енді асқар зейнеткерлік жасқа болып жатсын. Алла қуат берсін. Бейнетінің зейнетін көретін Алла тағала денсаулық берсін. Өмір берсін. Балдарың бақытты болсын. Қымызын екеуі жұптарын жазылмай жүзге жетіңіздер. Жапырақтарын жайыла берсін. Енді шынында да қымызы Алла тағала тек қуат берсін, денсаулық берсін. Күлгіден аман болыңыздар. Шағырақтарыңыз, бала-шағаларыңыз күлгіден аман болсын осылар. Үлгілер, өнегелер алдар. Өздерінің ата-аналарын қуантып жатқан. Енді шынында да бәрімізге де оңай болмады, бір жердің тұрысында ораз құдам үйінде Нақпа құдабай шақырып бір құрдастарын, жегаттарын. Сонда ағаның бір жөген деген құдамыз балдысы кездесіп қалды. Енді әңгіме шығар, қырмызылар жақсы ма дейді, жақсы осы. Ертең амандық болса, той жүзден келеді деп айтып қалыппын. Айтып қалғаннан кейін, аузыма шығып кеткеннен кейін енді басқа сипаттауынан бүгінге дейін балдардың алдында ұят болатын ана кісі құттықтап қойса асқармен қырмызына. Кімне естігенін дейді ғой тағы, ой деп қатты қиналып бұл кісінің жүрген балдардан Құдайға шүкір айтып, аман есен кетіп бүгінге дейін. Құтты болсын енді, тойларын той қыласың. Асқар қырмызы бауырларың бүтін болсын, құда жайлаттарың аман болсын, тек балдарың бақытты болып, жапырақтарың жайыла берсін, түгелден аман болды, тойларын той қыласың. Құрметті тойшы қауым, бүгін енді біздің аға жеңгеміздің құрметті мерейтойларына келіп жатқан қадамдарымыз құтты болсын. Осы тойды жасап жатқан іні келіндеріме көп рахмет. Біз де өте қуаныштымыз, уақыттарымызды бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Жеңгеме зор денсаулық тілеймін. Жастан жасқа жете беріңіздер. Ағам екеуміз бақытты ғұмыр кешіңдер, ұзақ өмір сүріңіздер. Іні келіндерім, осы жасаған жақсылықтарыңыз өздеріңізге еселеніп келсін. Әмин. Аман болыңыздар, той құтты болсын. Біз де өте қуанышты, қорқыттымыз, көзімізге жас келді ғой. Не айтарымызды білмей қалдық. Жақсы, енді бүгінгі қош келдіңіздер енді қонақтар. Аға, апамды, бүгінгі туған күндеріңіз құтты болсын енді, жастарыңыз. Тіпті толқыған адам іштеңдерін өтір енді. Дендеріңіз сау болсын. Осылай біздің алдымызда тек ақылшы болып жүре беріңіздер. Мына балдарға, келіндерге көп рахмет. Осындай ұйымдастырып жатқан. Тек аман болсын, көбейсін, өссін, өнсін, тек тіл көзден аман болсын. Тек осылай тек тойда жүрейік енді. Қонақтар енді қош келдіңіздер, баршаларыңызда. Баршаларыңызға енді уақыт бөліп осылай келіп жатқандарыңызға көп рахмет. Аман жүріңіздер, тек тойда жүріңіздер. Енді мына бұл жерде Әспен мен Еспеннің азғантай сый-сипатымыз бар, және апама бір жәке Бәрекелді. Көп рахмет, бір қошемет құрмет білдіріп қояйық, қадірлі ағайындар. Бүгінгі міне той иелеріне айтылған ақ тілектің барлығы қабыл болсын. Анамыздың мына иығына қазақы жолмен жақсылық жауып жатқан екі әжекейіңіз үстіңізде тұрсын. Әрдайым ел халықтың ортасында аман есен жүре бергіздерден біледі. Бір әдемі естелікке сөйлеткен түсіп олайғы. Әулеттің үлкендерін алдық енді сергіртікпенді елетіп емес, бірақ енді осы мейлінше жақсы әнімізді айтуға, жақсы көңілдерден шығуға бізді талаптанайық. Құрметті қонақтар, жақсылап енді астамдеріңізден алдырып отырыңыздар. Енді бүгінгі осындай бір жақсы қуаныш сыйлап жатқан, осы бір қуаныш тойға себепші болып жатқан әрине әкеміз бен анамыз. Енді қандай әнші болмасын, ең бірінші репертуар осы ана, әке деген әндерден басталады ғой. Бүгінгі мынау 60-та толып жатқан қырмызы анамыздың құрметіне және барша осы аналардың құрметіне жақсы бір абзал ана деген тамаша әнімізді тартып өтейік. Ауыздарыңыз дәмді, құлақтарыңыз әсем әнде болсын деп барша аналарымызға қырмызы анамыздың құрметіне тартып өтейік. Қабыл алыңыздар.
қанша бүгін көзде толып арна деп ән салам кететмейді жүзге толып сәбимін мен саған ана 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 мәңгі сен ғана абзал ана ана көңілім кең дала данасың сен маған данасың сен маған махаббатым махаббатым мақтанышым вспомнить минут до этого дня где помогал мне раз и согревал ненасти меня свет материнский глаз. Мама, 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 ласковый круг тепло, скажешь, мама, мама, и на душе тепло, пусть только день прошло, пусть только зим прошло, и не так, что навсегда детство ушло. Қағаздың әжім ақ шашына өзіңнің жасына өзіңсің бақыт бақшасы да өмірдің басы да ана 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 мәңгі сен ғана абзал ана ана өмірім кең дала данасың сен маған данасың сен маған махаббатым махаббатым мақтанышым ана жаным арнады әнім саған. Бәрекелді, көп рахмет. Барша аналарымыз, әкелерімізбен қол ұстасып, көрген ұл қыздардың қызығын қатар көрсін қадірлі ағайындар. Ой, көп рахмет Ореке. Мына беріп жатқан өздеріңізге екесе 10 есе тойды мына қуаныш жоқ байтсын қадірлі ағайындар. Ал енді қадірлі ағайындар, жақсылап мынау енді астан-беріңізден. Ой, апа көп рахмет. Мынау енді беріп жатқан шашуларымыз өздеріңізге екесе 10 есе тойды мына қуаныш жоқ байтсын қадірлі ағайындар. Енді құрметті қонақтар, енді бүгін осы тойда барлықтарыңызға жақсы бір енді есте қалдыратын той қалдырайық. Бүгін енді әкеміз бен анамыздың осы бір қуанышын өмір бойы көрген бейнетін зейнетін көрсін деп ұйымдастырып жатқан мынау енді ұлдардың келіндерінің бүгін жасап жатқан тойы қадірлі ағайындар. Енді барлығымыздың да өлшеніп берген өміріміз осы Асқар әкеміз бен Қырмызы анамыздың өміріндей өнегелі үлгі болатындай жақсы ұлдар тәрбиелеген азамат болуға Алла тағала нәсіп қылсын деп барлығымызда тілек айтуға келдік. Енді барлықтарыңыздың да тілектеріңіздің қабыл болып, сіздерге де жұғысты болсын деген ниетіміз. Енді ордамызға Диасхол мейрамханасының дайындаған қазақтың ұлттық асы ет тартылсын, сосын енді әрмен қарай жақсы тамаша тілегімізбен тойымызды жалғастыратын боламыз. Өзіміздің қандай мейманымыз келсе де ең алғашқы ұсынатын қазақтың ұлттық асы ет тартылсын. Жігіттер, қыздар, рұқсат. Үлкендердің алдына бастап ағайынның алдына үлкен ас тартылсын.
Алды құрметті қонақтар, енді алдарыңызға ыстығыз келіп жатыр. Енді сәл-пәл назарымызды экранға қарай бұрсақ дейміз. Енді бүгінгі Асқар әкеміз бен Қырмызы анамыздың отбасы, ошақ-қасы өсірген ұлдардың, осы немерелердің бір жақсы дайындалып жүрген біздің енді видео оператор жігіттер дейміз. Қазіргі таңда шоқандай бауырымызбен мақтанамыз. Енді Алматы қаласына нағыз өнердің ордасына кетіп, осы ел халықтың алдында жүрген талай жұлдыздардың мынау клипін түсіріп, мынау соның жұлдызын жағып жүрген шоқандай азаматқа да бір қошемет құрмет білдіріп қойсақ жарасатын шығар қазақтардың ағайындар. Енді біз шоқанмен мақтанамыз, тіл көзден тек сақтасын дейік. Ал енді дайындаған Ұзақбаевтар әулетінің осы Асқар әкеміздің біздің отбасы, біздің бақытты деген қысқаша киноға назар аударайық. Төрт ұл өсті. Әрқайсының өз арманы, өз жолы, өз үні болды. Бірақ бәрінің жүрегінде бір ортақ нәрсе бар. Ол жылу, тәрбие, махаббат. Сол жылудың, сол тәрбиенің қайнары бір шаңырақ. Сол шаңырақ біздің бүткіл болмысымыздың іргетасы. Орынбасар, үлкен аға, үлкендік тек жастың ғана емес, жауапкершіліктің де жүгі екенін ол бізге ісімен көрсетті. Қажет кезде иықтан демеп, бағыт көрсетіп, үнсіз ғана қорған болып жүрді. Балалық шағымызда бірге күлдік, бірге ойнадық, ал қазір өзі бір шаңырақтың иесі. Ол біз көріп өскен әке бейнесінің жалғасы. Үнсіз, бірақ барлығын жүрекпен атқаратын ер азамат. Оның жары Гүлдәурен жеңешем. Ол біздің үйге келгеннен бастап ешқашан бөгде адам болып көрінген жоқ. Керісінше біздің апамыздай, анамыздың қолғанатындай болып кетті. Жылы жүзіне мейірім төгіліп тұрады. Біздің үлкен отбасыға жылулық пен ұйытқа келді. Кәусар, Малика, Алдияр. Бұл отбасылық махаббаттың шынайы жалғасы. Олардың күлкісі біздің шаңырағымыздың болашағы. Інім Дәурен. Ішінде музыка ойнап тұратын жігіт. Тіршілігі үнмен, ырғақпен өмір сүреді. Бала кезімізде бірге рэп айтып, бірге сахналарда тұрған сәттеріміз біздің бірлігімізді көрсетеді. Анам оны Қаранар дейді. Себебі ол мықты, тәні шымыр, жаны таза. Кейде көп сөйлемейді, бірақ ішінде тереңдік пен адалдық бар. Біздің шиголымыз Мерей. Кейде сақалы өсіп кетсе де маған баладай көрінеді. Бірақ мінезі ер мінез, ашық, шынайы, нағыз достықтың, адалдықтың үлгісі. Жан-жақты, кейде өлең айтар, кейде билейді, сөйлесе де күлсе де бәрі де жүрекпен. Оның жары аяулым, үнемі күлімдеп, жүгіріп жүретін, жақсы сөзін, жылы жүзін аямайтын жан. Аяулым келін емес, өз қызымыз сияқты. Бүткіл үйге өз энергиясын, нәзіктігін әкеліп, бізге етене сіңіп кетті. Айлин олардың махаббатынан туған жарық сәуле. Ол күлгенде бүткіл үйіміз жарық болып кететіндей. Ал мен Шоқанмын. Мен үшін өмір шығармашылық, ізденіс, идея, ұсақ-түйекке мән беріп, детальдардан үлкен сурет жасап жүретін адаммын. Сол сияқты менің өмірім әртүрлі бөлшектерден құралған. Ал сол бөлшектің бірін толықтырған, ол менің жаным Гүлнұр. Гүлнұр менің тыныштығым, жанымның айнасы, үнемі менің көңілімнің жағдайын біліп тұратын жан. Ол тек жар емес, ол менің ең жақсы досым, тірегім, қолдаушым. Кейде әзілдеп семіртушім деп те айтамын арасында. Осы махаббат, осы тәрбие, осы бірлік қайдан келді? Ол әкемен анамыздан. Әкем Асқар, ол Асқардай. Ол біздің отбасымыздың шын мәніндегі іргетасы. Бала кезімізде бізде бәрі болды.
Сол үшін ол күн демей, түн демей темір жолда еңбек етті. Біз күліп жүргенде, ол шаршап жүрген шығар. Біз жаңа киім кигенде, ол соны ақшасын табу үшін тер төгіп жүрген шығар. Бірақ бізге ешқашан сездірмейтін. Гитарасын алып, кейде ән салады. Жан дүниесі сабыр мен мейірімге толы. Ол біздің батырымыз, ол біздің мызғымас тірегіміз. Менің анам қырмызы, ол тек шырақ емес, ол жүрек, ол бүрегін демі. Қорықпа, давай, сен қолынан келеді дейтін сөздері менің өмірімдегі ең үлкен күшке айналды. Оның құшағы әлемдегі ең қауіпсіз орын. Біз қателессек түсінеді, жыласақ жұбатады. Біз сүрінсек, алдымен анамызға жүріп барып айтамыз. Анам сұлулықтың, мейірімнің, адалдықтың белгісі. Жаны сұлу, сөзі жылы. Бізге өмір беріп қана қойған жоқ, өмірге деген махаббатты да үйретті. Анамсыз бұл үйдің иісі де, үні де басқаша болар еді. Әке мен ана біздің ең үлкен байлығымыз. Олар біздің ең шынайы тірегіміз. Біз кімбіз десек, сол екі жанның махаббатынан жаралған оттың шоғымыз. Бұл өмірде ең бақытты кім десе, мен дер едім. Себебі менің әкем Асқар, себебі менің анам Қырмызы, себебі мен осындай отбасыда дүниеге келдім. Әке, ана, сіздер барда біз тынышпыз. Сіздер барда біз тоқпыз. Сіздер барда біз бақыттымыз. Туған күндеріңіз құтты болсын. Ұзақ өмір, мықты денсаулық, әр таңда күлімдеп оянатын, әр кешке рахмет айтатын ғұмыр тілейміз. Рахмет сіздерге. Шын жүректен біз сіздерді жақсы көреміз. Әкем барда әміршім әулетімде, көретінмін тұлғасын тау ретінде. Арманыңа кешікпей жету үшін тау тұрғаны жақсы ғой, жау бетінде дейді міне. Асқар тауларыңыз ешқашан құламасын, ақ жаулықты аналарыңыз ешқашан мұңаймасын. Тек сіздердің шаттықтарыңызды, барша қуатшыларыңызды көріп аман-есен жүре берсін деген біледі. Анадай болсын біздерге кімдер алаң, барықпай бір қуансын үйдегі анам. Өмірде шын бақытты бола алмайды, анасын құрметтемей жүрген адам. Аналар биік-биік төрденсіңдер, қызықты да шұжықты көргенсіңдер. Ақ жаулықты аналар аман болса, әлі талай ұл қызды терберсіңдер. Әйелдерден пайғамбар шықпаса да, пайғамбарды туып бергенсіздер. Аттарыңыз шежіреге кірмесе де, шежірені таратқан сіздер. Аузына әлем қараған, халықта туатын анадан, жер жүзіне қараған, аяулы алтын құрсақты анамыздан бек. Анамыз аман болсын жарайын. Енді біз сіздерге ақыл айтпаймыз, тек тіл көзден сақтасын дейді. Қазақ айтады ғой, ең тәтті тілектің бірі төрт құбылаң тең болсын дейді. Осы төрт құбылаңыз сіздердің міне төрт ұлдарыңыз, оның қолынан ұстаған келіндеріңіз, сіздердің алдарыңыздан кес өтпейтін, сіздердің алдарыңызда лайым жақсы қызметін атқарып жүрген ұлдарыңыз ұлықты, келіндеріңіз қылықты болып, жүз жасап, аман-есен әлі бұдан да үлкен той домалаққа жетуге Алла тағала нәсіп қылсын деп, бір қошемет құрмет білдіріп қояйық қадірлі ағайындар. Келіңіздер дастархан басына жайғасақ. Қадірлі ағайындар, жақсылап енді астармен алдырайық. Мынау енді осындай нәрсенің барлығы жасалып жатқаны, мынау басқа да бір адамдарға үлгі болсын, өнеге болсын деген жақсы бір ниетпен, көңілмен жасап жатқаны.
балаларына да үлкен рахмет алғысымызды айтамыз. Тек ауызбіршіліктеріңізден Құдай айырмай әлде биік белестерді бағындырып жүре беріңіздер. Енді мен ортамызға осы әулеттің құда жекжаттарын шақырайын, аттарын атамай, түрлерін үстемей. Қазір енді біз тізім жазып қойсақ, біреудің аты қалып қоюы мүмкін. Сол себепті енді реніш болмасын, мен жалпылама түрде айтайын. Қазақ айтады ғой, айында араласпаса ағайын жат, жылында араласпаса жекжат жат деп, осы Ұзақбаевтар әулетінің құда жекжаттарды, құда бала құдашаларды тілек алаңына шақырайын. Ал енді әулеттің барша құдалар, құдағайлар, құда бала құдашаларды тілекке келсеңіздер, жақсы тілектеріңізді білдіріп, ортаға бір биік көңілді шығайық, құда балағайлар. Жақсылап бір тілегімізді ақтарып олайық, сосын енді әрмен қарайда жақсы билейтін боламыз. Ал енді кімден бастайық? Үлкен құдалардан бастайық. Басқа құдамыз зейнеткесіне келіп жатыр. Кірмізі құдаларымыз 60-та келіп жатыр. Бәрі де құтты болсын. Мына балдарыңыз, келіндеріңіз енді сіздердің тойларыңыз енді айтпай істеп жатыр екен. Былтыр маған да осындай болды. Басқа өте шок болып қалып едім. Біреудің тойы болды ғой, алдында балдар. Ал енді балдарыңның, немерелерінің қызығын көріп, құдаға өтуіміз. Ортасы балдарының ортасында аман есен жүріңіздер. Әр уақытта семьяларында той болсын. Тек еліміз аман, халқымыз тыныш болсын. Балдар бақытты болсын. Асқарда, қымызды құдағай, мына жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын, той шығау. Сіздерге де жұмысты болсын. Сіздер де осындай тойға жетіңіздер. Асқарда, қымызды құдағай, жастарыңыз жас қосылай берсін. Балдарыңыздың қызығын көріп жүзге келіңіздер. Аман болыңыздар. Осылай ауызбіршілікте аман есен біріміздің тойымызды ұстап қуанып жүре берейік. Бақытты болыңыздар. Ал енді той шығау. Ал енді құдағай біріншіден кешірім сұраймыз сізден. Құдағайлар, ағайын туыстар бәрі қандай екен бәрі бізде
кесіпкерлер. Ал құда-құдағайымда жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын. Құда зейнеткерлік жасыңыз құтты болсын. Құдағай 60 жасыңыз құтты болсын. Балдарыңның ортасында Алла сіздерге күш қуат беріп, бәйтерек болып жүре беріңіздер. Тойыңыз тойға бассын. Жақсы сыйластықта бекжат болып жүре берейік. Балдарың аман болсын, немерелерің аман болсын, ортасында жүре беріңіздер. Мына тойға келіп отқан ағайын туыс, құрбы құрдастарың, келіндерің бар, інілерің, ағаларың бәрі жиналып отыр, көршілерің бар. Бәріміз тек жақсы күндерде осындай жақсы тойларда кездесіп жүре берейік. Тойыңыз тойға ұласа берсін. Той шашуыңыз. Ал енді құрметті тойға келген қауым өміріне болып жатқан той құтты болсын. Құрметті Асқар құда, Қырмызы құдаша, тойларыңыз құтты болсын. Мына зейнетке шыққан тойыңыз, мына туған күніңіз Қырмызы құдаша. Мана үлкен әулеттің үлкен адамдар тілектерін айтты ғой, сол тілектерге қосыламыз. Осы әулетпенен енді Құда жекжатпыз. Қырмызы бізге құдаша, жағына осы әулетте үлкен ағасы сөйледі, жездеміз сөйледі, мен сол кісінің балдызымын. Осы әулетке осыдан 50 жыл бұрын деген апамызды беріп қойғанбыз біздер деген. Өздері рақаттанып той жасаған, апам үйде бала болып отырдым. Енді бәрі жақсы. Акасы постоянно үстіге келеді, акасы бүгін ешқайда келген жоқ. Вокзалға да қонған жоқ, акасы баратын жерлері бар екен. Босатқандар бәрі ешқайда тығылған жоқ, бәрі бір-бір үйге барды. Тек екі адам вокзалда жүр екен, қаңғып, случайно көшеде қол көтеріп тұр екен, соларды таныс адам сияқты сосын үйге алып келдік. Енді мына үлкен той, мына орынбасар үйіндегі құдағай деген білдірген кешегі звондап айтқан, ішіне сыймай, осы күнге қашан жетеміз деп, қалай болады деп, сенен бірінші амал біз енді көзімізге жасап қойдық, естесілер көкеліп жатқанда. Мықты сюрприз бәрімізге де күшті болды. Ойбай жеті де міне басқалайын деп жатыр. Келіп қаяқта жүрсін деген айқайлар шықты. Ынтығып осыда келдік, машинаны тығатын жерді алмадық. Сосын мен айттым, мен машинаны неге тығып жүрмін, Қырмызы мен Асқар мен машинаны білмейді ғой. Кезіп кеттік машинаны тығамыз деп. Бәрі күшті болды. Мына енді ағай туба жекжатпенен айтып жатқанымыз ғой, сюрприз удалось. Өзіме ұнады. Мына құдабаларға көп-көп рахмет. Өте тамаша жасады. Жаңағы видео клиптері, сіздер екеуіңіз осындай құдағай деген статусқа лайық жансыздар. Бұйырған немерелерді сүйіп жатсыздар. Енді мен сіздің балдарыңызды кімге ұқсаған десем, біздің деген енді Қырмызы құдаша статустың құдайы ғой дейді. Бүкіл жағдайды коллектив отыр біздің Қырмызының деген. Бұл сен құдағы болып жатқан жағдайды бәріміз қымзақ болып отырамыз біздер. Асекең енді бізде темір жолда жұмыс жасады, бірге жұмыс жасастық. Соя жақтар енді білекей зейнетке шықты. Асеке, Асқар құданың бауырлары, Қырмызы құдашамыздың ағай туба жекжаттары, ұжымдастары, құрдастары, бауырлары, темір бастаған інілері, құдабалдар, бүгінгі той, мерейтой құтты болсын. Отбастарыңызға Алланың нұры жаусын. Осы арада мінекей бүткіл құда жекжаттарыңыз келіп отыр. Балдарыңызға көп-көп рахмет, тіл көзден аман болыңыз. Бұйырған немерені сүйе беріңіз, Алланың берген жасын жасап, Асекең екеуіңіз жақсы қартайып берсін. Той құтты болсын. Ассалаумағалейкум. Қойшы қауым, тойларыңыз құтты болсын. Ал құрметті құдағай, бүгінгі 60 жас, неге тойларыңыз құтты болсын дейді. Бірінші байтық денсаулық дейді ғой. Денсаулықтарың зор болсын. Отбастарың аман болсын. Балдарыңыздың, немереңіздің қызығын көріп, аман есен, жасқа жетелеріңіздер. Алла Тағала балдарыңызды тіл көзден сақтасын.
осы балдарыңыз үлкен азамат болып өсіп өмірі көркейе берсін деймін. Немереден шөбере сөйлеріңізге тілшімін. Ал енді осы жылы амандық қылса шаңырақтарыңызға келін келсін. Үлкен ұланасыл той болсын дейміз. Балдарыңызға көп рахмет. Әр уақытта осылай сіздерді құрметтеп, сыйлап, осындай тосын сый жасай берсін. Алдында құрметті жас қарағыдар, өнердегі құтты болсын. Құрметті құдашы алпыс жасы құтты болсын. Мына енді бүткіл ағайын туманы, құда жекжат, осы бөлек бәрімді қалған шақырып жатыр ғой. Тосын сыйлар құтты болсын. Ағдаулықты ана ақсақалды ата болыңыздар, соған Алла тағала нәсіп етсін. Аллаға шүкір, балдарыңызды аяқтандырыңыздар. Немере сүйіп жатсыңдар, енді шөбере сүюге Алла нәсіп етсін. Үлкен қарттылық берсін, қариялық, әдемілік. Сондайға жетіңіздер. Мына енді құда-балдарға рахмет бәріне де. Осындай тек ата-анаға не жасайсың, сол алдыңа су береді дейді ғой. Су көтеріңізде балдарыңыз соны жақсылығын берсін. Құтты болсын қуаныштарыңыз. Ассалаумағалейкум, асқар мерейтойлар құтты болсын. Балдарыңа рахмет. Бұл өзі бір жақсы үрдіс болды ғой, бәрімізде басымыздан кешіп жатыр. Жаңа қарап тұр едім, мынағалар екен дейді. Құдағай мықты екенсіз. Сыр бермедіңіз, құда жаманап босап кетті. Балдар бақытты болсын. Öyle şöyle oldular. Yemeği şöyle aslında başka zorluyoruz. Қалғанымыз енді қосыламыз ғой. Көп рахмет. Мынау енді той иесіне айтқан тілектеріңіздің барлығы қабыл болсын. Сіздердің де отбасыларыңыздың осындай дүбірлеген той болсын. Енді асқар құдаларыңызбен қырмызы құдағайларыңызды ортаға алып бір әдемі естелікке суретке түсіп алсаңыздар, бүгінгі міне тілегін білдірген осы үмметтің құда жекжаттары, құда-құдағай, құда-бала, құдажан сіздерге көп рахмет алғысымызды білдіреміз. Ал енді бір әдемі естелікке суретке түсіп алайық. Тамаша көңіл күймен әдемі құдаларымыз тілегін білдірді. Және осы тектің міне Kasım taşı kutu, kasım
Тамаша бейінмен жалғасып жатқан жайы бар қадірлі ағайындар. Келейік, алтын бастарымызды алтын дастарханнан көрсетейік, құрметті қонақтар. Енді бүгінгі тойымызға арнайы осы шаңыраққа әулетке жиен екен. Және Асқар әкемізбен Қырмызы анамыздың кіндік қызы екен, қадірлі ағайындар. Енді мен сіздер риза болады ғой мен ортаға риза Бағдаулет қызын шақырып келіп тұр, бір ауыз жақсы тілегін айтсын, сосын тамаша биін сіздерге ұсынатын болады, қадірлі ағайындар. Ал назарымызды риза Бағдаулет қызына қарай бұрайық, қадірлі ағайын. Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар. Менің кіндік бабам мен кіндік бабамның тойына қош келдіңіздер. Кіндік бабам, кіндік баба, сіздер мен үшін ерекше жансыздар. Мені жарық дүние әкелген сәттен бастап, аялап, ақ тілектеріңізді арнағандарыңыз мәңгі жадымда. Сіздер менің екінші отбасымдайсыздар. Сіздерге Алла ұзақ өмір, зор денсаулық, баяғы бақыт нәсіп етсін. Жүректеріңіз шаттыққа толы болсын. Әрдайым осылай күлімдеп жүре беріңіздер. Жастарыңыз ұзақ болсын. Мен сіздермен әрдайым мақтанамын. Бір қошемет деп қояйық, қадірлі ағайындар. Бір қошемет құрметтеріңіз болсын, құрметті қонақтар. Айналайын риза, бұйырса сенің өнеріңе әлем риза болатындай Алла тағала сондай өнер берсін, ұзақ өмір берсін. Кешегі қазақ би өнерінің корифейлері Нұрсұлу Тапалова сияқты, Шұғыла Сапарғалиқызы сияқты әлемді мойындатқан, өз өнерімен мойындатқан биші болуға барлығымыз шын жүрегімізден тілекшіміз. Бір қошемет құрмет білдіріп қояйық, қадірменді имандар. Сіздердің алдарыңызда Асқар әкемізбен Қырмызы анамыздың жиендері кіндік қызы
Риза Бағдәулетқызы қадірлі ағайындар. Ал енді қадірлі ағайындар, манадан бері келген қонақты алтынмен аптаймыз, күміспен қаптаймыз. Бірақ енді сол мақтаулардың тасасында бүгінгі тойдың иесі Асқар ағамыз бен Қырмыз апамыз қалып кетпесін, мен енді той иесін ортаға бір қошеметтеп шақырып келіп тұр, ардақты ағайындар. Келсеңіздер ортаға. Әлі бір шок болып жүрген сияқты деймін, көңілге қалай жақсы ғой. Енді мына тойдың жақсы өтуі асабаға байланысты деп жатады ғой. Рас, енді ол пікірмен мен де келісемін. Бірақ енді келген мынау той иесі күліп жүрсе, ас иесімен тәтті дейді ғой. Келген қонақтар да күліп, ойнап бір өзі көңілді жүреді ғой. Енді қазір былай жасайық, бір енді Асқар ағамызды 63-ке келіп жатыр, күнде 63-ке келіп жатқан жоқсыз, әрине. Бірақ мынау енді бейнеттің зейнетіне шығып, мынау енді сол зейнеткерлігіңізді, сол зейнетіңізді немерелерге үйірсіп аман-есен жүре беріңіз. Енді қазір Асқар ағамыздың Қырмыз апамыз мүмкін біздер білмейтін, сіздер білмейтін кішкене бір жақсы мінездері, қасиеттері болуы мүмкін. Сол себепті Асқар ағамыз енді А деген әріппен келеді, қандай жақсы пікір айта аласыздар. Бір ауыз сөзбен, мысалы Асқар тау деген сияқты. Ал енді Асқар ағамыз қандай жан? Ақ көңіл, адал, ақылды, ақ жарқын, абзал, ақ көңіл. Ақ көңіл дегенде кеспейтсек, ағам бағамдан бері бүйтіп жүр ғой. Абыройлы, сосын аңқау. Ой, мына кісі аңқау болса. Азамат, сосын тағы қандай бар? Адан келеді. Ақылды, адамгершілігі мол дейді. Сосын әппақ деді. Осыған келісуге болады. Асыл, абыр ойылы, ардақты. Бұл жақтан білдеріңіз бар сияқты. Тағы қандай? Аяз ата. Әрекел, өшін бір үйкшіз ата деді. Тағы да бар ма? Ал енді Қырмыз апа құлақ түріп тұрсыз ғой. Осының ішінен біреуін айтыңыз, сізге қайсысы көбірек жақын? Ақылды. Ақылды дейді. Келіңізші, ақылды деп айтқан адам ортаға келіңізші. Келіңіз апа. Ақылды деп айтқан адам екеу болғанса, апа сізді келіңіз енді орныңыздан тұрып қойғаннан кейін бізде енді сыйлықтан жетеді. Бірақ енді бір адамға емес, бірнеше адамға ұсынуға болады. Көп рахмет, қошеметтеп қояйық, қадірлі ағайындар. Ал енді рахмет. Енді Қырмызы апамыз Қ деген әріппен келеді. Қандай сөз айта аламыз? Қамқоршы, қыдырымпаз дейді. Рас па? Аға? Сосын қайырымды, құнды, қадірлі, қылықты, қымбатты, қайырымды, қырдың гүлі. Ой, әдемі күшті. Сосын Қонақ жайлы. қонақ жайлы. Вот, міне ең күшті әйел адамға аптырмайтын теңеу. Тағы қандай бар? Қыдырымпаз дейді. Ана жақта да айтты. Қайсар, қайырымды, қарапайым, қадірлі айтты, қамқоршы айтты. Қалаулы. Қалаулым деп жіберіп қойды. Қызғалдақ. Қорған. Асқар аға тыңдап тұр, қазір сұрайды. Қатал дейді. Қой, мына кісіні қатал деп айта қоймайды. Қайратты. Ал енді Асқар аға бірнеше нұсқасын айтты. Осының ішінде қайсысы жаныңызға жақын? Қырдың гүлі деді ғой. Бәрекелді. Келіңізші, қырдың гүлі деген бір әдемі теңеу еді. Ой, кім боласыз? Жақсы танисыз болған кісілер? Мен класстасым. Бәрекелді. Дәл толып тұр ғой. Бір қошеге тұрып қояйықшы, қадірлі ағайындар. Бәрекелді, рахмет. Ал енді аға апа, енді қазір мен сіздерді әртіс қылам, жұмыс қылам деп айтпаймын. Бірақ бір сәтке осы тойға как будто бір Мақпал Жүнісова келген сияқты әсер қалдыру керекпіз. Енді мана жаңа айттым ғой, той иесі қалай күліп жүрсе,
Мына келген қонақтар да сіздерге кәдімгі ерік бұл кісілерді еріксіз билеп жүретін болады. Ал мен сіздердің алдарыңызда Қазақстан Республикасының халық әртісі Мақпал Жүнісова арнайы бұл кісілерге. Біз ортада жүреміз апай екеуміз. Ал қошеметтеріңіз болсын ағайын. Көңілді билеп апа көңілді. Аш. Қолдасына қайда. Өміріме ғажайыптың досым, бақыт себелеп тұрмай тәңір тосым, ақ тілек шашын арнап жаным, жадырап жүрші ұлы тойсың. Билеші биле, 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 туылып шаттан жарқыннан биле. Билеші биле, 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 туылып шаттан қабағын биле. Билеші биле, 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 ортасын тойдың толтырып биле. Билеші биле, 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 туғанда таяқ барлығымыз бірге. Рахмет. Ал енді Қырмыз апа, қадірлі ағайындар, Қырмыз апам айтып жатыр. Билеші биле, қабағыңды түйме дейді. Енді осы тойдан кейін, бұйырса қазір тілектерден кейін әдемі билейтін боламыз. Енді Қырмыз апамыз ән салып жатқан кезде, бүгін енді 63-ке толып қаңдарда. Енді осындай бір қуанышқа жетіп жатқан Асқар әкемізді қой болмас. Кемпірім өлең айтып жатқан кезде менікі не дұрыс деп, Асқар ағамды да қолға салып шақырғым келіп тұр. Енді Асқар аға келіңіз, енді қатты секірмегенмен, сіз де осы апамыз сияқты, осы ортамды әдемі бір айналып білейге, көңілді. Кеттік, маэстро, музыка, бір айналамыз. Ал, Асқар ағамызды құрдастар алды, көңілді берейміз аға, және қимылдайық. Ал, құрдастар алды, алып сейді. Ай! Рахмет, қалай аға, жақсы болып бір себіріп қалған сияқты. Енді сіз қазір осылай билеп әдемі көңілді көтердіңіз. Енді мен ойлаймын, келесі тілектерде
келген қонақтарыңыз, меймандарыңыз бір еріксіз әдемі жүреді деген ойдамын. Мынау енді келген жастарыңыз, қуаныштарыңыз барлығы құтты болсын. Мынау ақын Мұқағалидың өзі туған күнін армандап кеткен ғой, қадірлі ағайын. Мұқағалидар көрмеген қызықты той думанды бүгін сіздер көріп жатсыздар деп ойлаймын. Бүгін менің туған күнім ойбайлай, мына адамдар неге жатыр тойламай. Банкет жасап береледім өзім-ақ, тәңірдің бір жарытпай-ақ қойған-ай. Мына дүние неге жатыр үндемей, алаулатып тойдың шоғын үрлемей. Құшақ-құшақ гүл шоқтарын лақтырып, мынау шапан, мынау атың міндемей. Мына жұртқа жақпады ма әлденем, бекер өмір сүргенмін бе әлде мен. Халқым сенің қасиетіңді білем деп, осы өмірім өтті мекен әуремен. Тойланбаса, тойланбасын етейін, той көрмей-ақ, сый көрмей-ақ өтейін. Қаламымды берші маған бәйбіше, болашаққа арыз жазып кетейін деген екен деп, болашақтарыңызға арыз емес, осындай той қалдырып жатқан Орынбасарға, Шоқанға, Дәуренге, Мерейге ерекше бір қошемет, құрмет білдірейікші ағайын. Әрмен қарай енді жақсы тілекке мен енді келесі қонақтарымызды шақырайын. Енді құлынтайдай темізіп бүргескен құрдастары келіп тұр, қадірлі ағайындар. Мынау енді Жәркен Бүдеш деген ақын ағамыздың бір әдемі сөзі бар. Сен қара жер емессің сатылып кететін, мен мағжан емеспін атылып кететін. Қара жер құнарлы болған үшін сатылып кетті, ал мағжан сатылмаймын деген үшін атылып кетті дейді. Бір-бірін жауға да тауға да сотпайтын достар болады. Сондай достарды 62-нің қыз жігіттерін, 65-тің қыз жігіттерін, әке анамыздың барша достарын аттарын атамайын, түрлерін түстемейін, барша 60-қа 63-ке толып жатқан жігіттер мен қыздар ортаға шақырайықшы. Ал енді барша той иесінің достары ортаға билік шанекей. Достар! Еске түсіп балалы шағын, сабырыңға ауылдан шағын, алыстап кеткен жақындарым, мен сендерді жақсы көремін. Алыстап кеткен жақындарым, мен сендерді жақсы көремін. Айда достарым, аман болсын бастарым, бірге бауырластарым, мен сендерді жақсы көремін. Айда достарым, аман болсын бастарым, бірге бауырластарым, мен сендерді жақсы көремін. Ал енді 62-де бастайық шығармыз, ал енді әкеміздің достары қош келдіңіздер. Кімден бастайық? Асқар Қырмызы енді мынау зейнеткерді жасыңыз, мынау Қырмызы ана 60 жасың тосын енді. Енді осы зейнетінің несі арғатын көріп енді осы өмір сүре көріп енді бала шағамыздың көріп енді мынау бізді шағыздың тумасымыз осы Асқармен бірге жүрдік кезінде бірге қыдырдық. Енді бала шағаларын аман болсын деп осындай қуанышта тойда кетсек, енді мынау да балдарына жасап жатқан ондай тосын сие құтты болсын енді балдарына рахмет енді осындай тосын сие жасап жатқан аман болайық деп осындай қуанышта тойда кетсек, аман болайық енді сол үшін енді. Ал жақсы енді тойшы қауым, Зарыдан Асекең мен Қырмызының ағайын тумалары, құда жекжаттары, қош келбасыздар. Мына енді Асқар құрдасымыздың, Қырмызы қарындасымның бүгінгі мерейлі тойлары құтты болсын. Ал сіздерге зор денсаулық, мол уақыт. Бүгін міне енді зейнеткерлікке шықтырып, балдарымыз тосын сый жасап жатыр екен. Балдарымызға көп рахмет. Ал енді не айтамыз, сіздерге тек қуанышты осылай өмір сыйлаймыз. Қатарларының артынан
Енді біз Асекеңмен кішкентайымыздан бірге өстік. Үйдің көршісіміз. Осы 10 бітіргенше бірге болдық. Асекең енді бір класс жоғары оқыды. Алпысек болсада. Енді артынан бірге қыдырдық ауылда. Компан дейміз ғой енді. Сол 2001-де көшіп кеткенше бірге болдық. Артынан енді қалаға кеттік. Ал не? Тек аман болыңыздар. Осы үлкен ата мен әже болып, немере шөберелердің қызықтарын көргенде келдік. Ассалаумағалейкум тойшы қауымдар. Мына бүгін енді бәріңізге ортақ той, бәрі құтты болсын. Ал енді Асеке қырмызы сіздерді бөліп алатын ештеңесі жоқ. Мерейтойларыңыз құтты болсын. Алла тек екеуіңізге денсаулық берсін. Бір көпшікте қартайыңыздар. Балаларыңыздың қызығын көріп, немерелеріңіздің рахатын көре беріңіздер. Тек қана тілейтін бар жақсылық тілеймін сіздерге. Аман болыңыздар. Ал енді мына ассалаумағалейкум тойшы қауым. Енді бүгінгі сюрпризді қонақтар қош келдіңіздер. Мынау біздер енді сіздер мына қаладан келіп жатсыздар, біздер туы алыстан мана айтты ғой, шағын дейтін жерден келіп осы Асекеңнен бірге жүрген құрдастарымыз. Таңертең пойыздан түспедік, соны келіп гостиница ашыңыз. Барайын десең болмайды. Бармай десең үшін сайрап тұр енді. Ал енді мынау Асекеңмен қырмыз жөнінде мана роликте айтылды енді. Бұл жігіт қандай екенін, екеуінің шағында да қандай болғандары енді бәрі роликте айтылды деп есептеп тұрмын енді. Ал Асеке, сен өзің жүрген жерінде айдарына дос тапқан, кәдімгі жақсы құрбы тапқан үлкен азаматшасыңдар. Ал мынау құтты жастарың болсын. Дендеріңе саулық тілеймін. Мына бүгін балдарың сіздерге осы күні сюрприз дейді ғой, біздер оған үйренбеген, жындар көте құттай қалды ғой, енді айтқанда. Осы күні балдар үшін бәрі қызық қой. Дұрыстан олар енді кәдімгі 20-ші ғасыр біздер бұрынғы қазақтың адамдары. Ал енді күтте қалды, барып қалуға, жақындап қайта сөйтіп бірдеңені шайқанан кідіріп әйтеуір. Уақыт өткен әйтеуір алла деп келді болса, ақшамын зор қолыңызды қайтар. Тойларын той қыласың. Мынау біреуің зейнеткерлік жасқа, біреуің 60 жасқа келіп жатсыздар. Алла тағала сіздерге берген ғұмырын жасаңыздар. Мынау енді адамға жақсы береді, кәрістік береді, бірақ қарттықты береді, бірақ үлкен кәрістік бермейді. Сол енді осы енді жүрген жерімізде үлкен ауылымызда үлкен ақсақалы болып, сол абыз ақсақалы отырып, үлкен ақсақалды шалып, ағалықтары болып, ақшы болып. Ал енді мынау балдарым сіздерге көп-көп рахмет етті мынау. Әке-шешелеріңізге осындай құрмет көрсетіп, осындай сюрприз жасап, той жасап жатсыздар. Алла сіздерге де осындай өздеріңіздің таңғы ұрпақтардың өздеріңізге де сондай ғұмыр сыйласын. Мынау енді Асекеңнің бір қақсап жатыр ғой, Шоқан дейді, менің атым Шоқан. Мен өзім негізі Асекеңмен бірге оққан жоқпын. Осы шағылға жұмыс бабымен келгенге осы кілермен қыдырып едім. Бір күні бір қонақтыққа барғанда осы қазір әдебиетмен емес, шығармашылықпен де жүрмін, Шоқалан би. Осы құттай, осы Асекеңмен компанияда отырмыз. Шыққаннан кейін Шоқан тосайын дейді. Ойластым, бір шетке қонақтар тосатын әдеттер бар екен деп ойлап жатсам, сөйтсем, осы үйдің баласының бірінің аты Шоқан екен. Сөйткен өмірде қызықтар болып жатыр, талай қызықтар болды. Баяғы нелерді айтпай қойын Асеке, да? Митиктер қарап жүргендерді айтпай. Ал қызығымыз таусылмасын, деніміз сау болсын. 60, 70, 80 шалам берген жасай беріңіз. Біз ғұмырымыз жетсе, біз соған той тойлауға келе білейік.
Ал дедеріңді сауықтайым. Мына жерде Сүндет ағамыз баста ағайындар да келіп отыр. Аға, осындай қарындастарымыздың, қыздарымыздың, күйеу балаларымыздың той тойлап келе беріңіз. Алла сізге қуат берсін, аға. Деріңізге сауықтайым. Барлық мынау Асекеңнің ағайындары, мына Қырмыздың ағайындары. Мына Қырмызды мен бір жағынан өзім қарындас көремін, мына Сүндет дейді менің ағам. Ал тойларыңыз той болсын. Ал жақсы мына Асеке, Қырмызы енді сіздерге қарасты ағайын тума балаларың, мына балдарың еді. Бүгін сіздерді құрметтеп, сюрприз жасап, мынандай зейнеткерлік 60 жас деген туған күндеріңізді тойлап жатыр. Енді бәрі де құтты болсын енді. Дендеріңіз сау болсын, көрген қызықтарыңыз тек балдардың, ұрпақтарыңыздың қызығы болсын. Мына кішкентай балдардың енді барлығы біздің қолымызда өскен балдар ғой енді бәрі. Кеше осы сіздердің осы туған күндеріңізді тойлаймыз деп хабарлағаннан бері қарай барлығымызда жаңағы жігіттер айтқандай, бір-бірімізге сырымызды білдірмей телефонмен күнде хабарласып тұрып қой. Сонда да білдірмей осы тойға келіп отырған жайымыз бар. Ауылда да жігіттер мен қыздар қалып қойды. Келетін енді бәріне жұмыс жағдайларына байланысты келе алмай қалып жатыр. Сәлем айтып жатыр, құтты болсын деп жатыр. Тек қуанышты тойда келсек, жастарымыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар, балдардың қызықтаңыздар, тойларыңыз тойға болсын. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, болып жатқан той құтты болсын. Асқар ағай, Қарамыздан жасандасқан бола беріңіз. Құтты болсын бәрі, балаларыңыз, ағайын тумаңыз, немерелеріңіз аман болсын. Тек екеуіңіз бір жасты қандайыңыз, бәрі құтты болсын, рахмет, той болсын. Бізде алыстан қалада, ауылдан келіп жатқан қонақ қыздарға береміз, бірінші Сәкенге береміз. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш құрметті. Тойларың құтты болсын. Тойларың той болсын. Ал Асқар аға, Қырекең қырдың гүлі ғой нағыз біздің. Қырмызымыз қырдай құлпырып тұрған сұлуымыз біздің. Мына келіп отырған Асеке, зейнет жасы құтты болсын, 60 жасыңыз құтты болсын қырмызы. Сіздерге ұзақ ғұмыр берсін Алла тағала. Осындай қуанышты күндеріңіз көп болып, балдарымыздың қызығына тоймай, әрқашанда шаңырақтарында тек тойдыман, табақтарыңызда күлкі кетпесін. Баламыз үйленсін, тағы да 3 келін болса 4 келін, Қарекеңнің 70-ге толған, Асекеңнің ардағында ойлай берсін, сюрприз жасай берсін. Сюрприздері құтты болсын. Өте қуаныштымыз балдарымызға рахмет. Бұндайға жеткенде бар, жетпегенде бар, осындай үлкен дәрежеге жетіп жатқанға. Тағы да Алла тағала берген жасын жасаңыздар. Өте қуаныштымыз. Құтты болсын, жастарға жас болсын. Асқар ағай, Қырмызы кластас келді. Мына жастары құтты болсын, бастарына аман, дендерің сау болсын. Мына балдардың жасап жатқан тойы құтты болсын. Бастарына аман, дендерің сау болсын, той қыласын. Бала үйленші жаңа айтып жатыр ғой, жақсы тілектер бәрі қабыл болсын. Алтын уақыттарында біз Асекең мен Қырмызының мерейтойына қатысып, той тойлап жатқандарыңа көп рахмет. Ал Асеке, Қырмызы мерейтойлары құтты болсын, жастарыңа жасы қосыла берсін. Алланың назарында, бақыттың назарында жүре беріңдер. Жастарыңа жасы қосыла берсін. Мына көрінген балалардың бақытты болсын, солардың қызығына тоймай жүре беріңіз. Ал балаларым сіздердің рахмет, Алладан қайтсын, өздерінің балдарынан қайтсын, еселеп қайтсын бәрі. Тек мына тойды енді бәріміз көтеріп, жақсы өткізейік. Бәріне де рахмет. Көп-көп.
Нейтен басқа бар тілектердің бәрі қабыл болсын. Аман болыңыздар. Ал құрметті тойшы қауымына жиналып жатқан баршаңызға той құтты болсын. Асқар, Қырмызы екеуіңді балдар құрметтеп осындай үлкен әдемі той жасап жатыр. Жиdat қырағатты, ағайын тума, дос жаранның бәрі масын болсын жүрген. Осындай саналы балалар тәрбиелеп, саналы ұрпақ тәрбиелеріне Аллаға сансыз шүкіршілік етеміз. Мына кісілер айтып отыр, енді алыстан сағынан келіп жатыр, алыстан демейді келіп. Дендеріңіз сау болсын, әрқайсыңызға да осындай саналы ұрпақ нәсіп етсін Алла тағала. Дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Тек Алланың берген жасын жастап осы балдарыңыздың ортасында тек жарқырап осындай әдемі қалыптарыңызда қартаймай жүре беріңіз. Немере сүйдіңіздер, шөпшектің қолынан су ішіңіздер, шөберенің қолынан су ішіңіздер, шөпшектің қолынан май жалаңыздар. Тек бар жақсылықпен сол кәрілікке тек қана жақсылықпен жетіңіздер. Ал құрметті қонақтар, бүгінгі енді мына Асекең мен біздің кластасымыз Қырмызының мерейтойына қош келдіңіздер. Ал Асеке Қырмызы, тойларыңыз той болсын, құтты болсын, ұзағынан болсын. Енді осы той болады деп осы келін, мына Гүлдәурен келін біздің қыздардың біреуіне айтып, сол базар үйге, сол бәрімізге жеке-жеке шығып, енді группамызда сонда айтып қоямыз ба деп арасында айтып та қойғанымыздар бар. Оны көшіріп әлек болдық, арасында қырмызы оқып қойды. Сондай қызықтарымыз болды, енді сол күнге жетіп тұрып, ал Асеке Қырмызы тойларыңыз той қыласын, ұзағынан сүйіндірсін, балаларыңыз бақытты болсын, осындай ұлдар тәрбиелеген сіздерге енді не қылдыңыз? Мың алғыс ата-ананың осындай құрметке лайық болып, сіздерге мәртебе көрсетіп жатқан ұлдарыңызға, келіндеріңізге мыңда бір рахмет. Ұйымдастырып жатқанына балалар неткеме келіндер енді даладан келген ғой, сол балалардың ауызбіршілігін қолдап жатқан келіндерге мың алғыс, бәрі бір ауыздан қабылдап. Ендігі жерде тек қана босағаларыңызға той болсын, Алланың берген жасын жасай беріңіздер. Балалар сіздерге де келдіңдер, бәріне рахмет, көп-көп. Алдарыңыздан шықсын осындай ата-аналарыңызға жасап жатқан құрмет. Адамның бір қызығы бала деген осы ой енді. Бұдан артық не керек енді? Әйтеуір. Тойларың той қыласын, не айтарымды білмей тұрмын. Бәрімізде де бала бар ғой, осындай құрметке. Мана кіріп қайтқанда мен қырмызды білмеймін, Асқар толқып кетті, қырмызы қатты екен қаттылығы. Менің өзім толқып кеттім бір тұсты болып. Ұзағынан болсын енді, барлық айтқан тілектер қабыл болсын, кешегі оразамыз, оразы айтымыз бәрі қабыл болсын. Мына жылымыз құтты болсын, жақсы жыл болсын, жылы, молшылығымен келсін, ауызбіршілік болсын, еліміз тыныш болсын, бақытты болсын балдарымыз. Сол бақыттың базарында екеуміз шалқып отыра беріңіздер. Тойларыңыз той қыласын, барлығыңызға денсаулық тілеймін. Осы санада денсаулық болса бәрі бар ғой, шүкір. Сол үшін подаркымды беріп жіберейін енді. Класстардың атынан орамал тон болмайды, жол болады деп азғандай шашуымыз бар. Қалғанымыз қосыламыз ғой. Бәрекелді. Көп-көп рахмет. Енді мынау бүгінгі туған күн иесін құрдастарыңызды құттықтап қойдыңыздар. Әрине жақсы тілектеріңізді білдірдіңіздер. Енді бір ортаға алып, әдемі бір 5 секундке суретке түсеге, сосын бұйырса әрмен қарай жақсылап белейтін боламыз. Енді 62-лер бөлек, 65-лер бөлек сөйтті. Сөйтеге бірінші енді кімдерден бастайық? Енді жақсылап бұлау енді. Ал енді ортамызда Кәусар қыздарыңыз бен Малика қыздарыңыздың ата әже деген тамаша әні бар. Сол әнді сіздерге орындап тарту етеді. Қабыл алыңыздар.
қысқа қадірлі ағайындар, мынау енді тамаша ән салған Кәусар мен Маликаға бір ерекше қошемет білдіріп қояйық. Мынау енді дүние дегенде осы әр қазаққа осындай мынау Асқар әкеміздей, Қырмызы анамыздай немерелері барлығы аман болып ән шырқап жүре берсін. Енді Кәусар, Малика келе қойыңдар. Енді бұйырса осы той біткеннен кейін ана Шоқан деген көкелерің Алматыда мықты әншілермен, сазгер, композитормен бәріне қасып. Бұйырса сол көкеңе айтып бір авторлық ән жазып береді. Сосын көкең өзі клипті түсіріп береді. Аяқ астынан әдемі бір жұлдыз болып алайық ағайыны. Дауысы, пейілі, көңілі қандай керемет. Енді бұйырса мынау ел халықтың сендерге деген ризашылығы көпті көрсе көл болады дейді ғой. Сендерге осы құтты болсын, керек жарақтарыңа бұйырса осыны асықпай жұмсаңдар. Құдай қаласа сәуірдің 20-сы күні атаның пенсиясы түсіп, бұйырса осы сәуір айы сіздерге тәуір ай болып тұр. Бір қошемет құрмет білдірейікші қадірлі ағайындар, тіл көзден сақтасын сендерге. Ал құтты болсын ағайын, бір қошемет қойып. Сарықты Әлібек Ындағали деген азамат күйші жігітті мен енді ортаға шақырғым келіп тұр. Бүгін енді Адайдың елінде осы бір қазақтың қара домбыралары, қазақтың аспаптары сыңғырламаса, тартылмаса, ол енді сіз бен бізге ұятты болады шығар деп ойлаймыз. Енді сіздер жақсылап мынау ас дәмдеріңізден алдырып отырыңыздар, сусындарыңыздан. Қазір енді әлбетте азаматтарымыз бірнеше аспапты меңгерген, 10-ға жуық аспаптың қазір енді орындаушысы болып, ескертіп кеткен, көнерген аспаптарымызды жарыққа шығарған Әлібек Ындағали. Ал қазақ әндерінен музыкасының фавори орындай жайлап сіздер қошемет құрмет көрсетіңіздер.
деген 10-ға жуық аспаптың қазір енді ескі көнерген ертеден бері келе жатқан аспаптарымызды насихаттап жүрген азамат. Енді қазір енді үйікке тартарымыз, енді таңдан кешке дейін сіздерге күй тыңдатып қоя алмаймыз, бәрі әрине уақыт. Бірақ енді осындай ұлттық аспаптарды тыңдағымыз келсе, Ақтөбе қаласындағы Сарқыт мейрамханасы ғой. Сол Сарқыт мейрамханасында да біздің осы ұлттық аспаптарымызды насихаттап, мынау құлағымыздың құрышын қандырып отыратыны сөзсіз енді бір жақсы тамаша күйіміз әлемге әйгілі. Бүгін енді Адай елінде ордаға топқа келіп жатыр Әлбек Ындағали Құрбанғазының күйі Адай. Қошеметтеріңіз аяғыңызға Құрбанғазының күйі Адай.